Алталаштың арқасүйер азаматтары армысыздар. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Сәкен Сейфуллин атындағы номер 135 орта мектептің 8 сынып оқушысы Қыпшақбай Мере. Жалпы менің сіздерге ұсынатын мамандығым экожүйені қалпына келтіру стратегі. Жалпы мен экожүйе дегенге сипаттама бере кетейін, тоқтала кетейін. Экожүйе дегеніміз бір тірі ағзалар мен қоршаған ортаның арасындағы өзара байланыс. Енді қазіргі таңдағы жаһандық мәселелер. Біздің стратег жалпы бір ғана мәселе емес, барлық мәселені қарастырады. Био әртүрліліктің азаюы, климат өзгерісінің әсері, су ресурстарының ластануы, топырақтың тозуы, ормандардың жойылуы. Жалпы мамандық туралы жалпы түсінік. Экожүйе қалпына келтіру стратегі табиғи ортаны ғылыми негізде қайта қалпына келтіретін маман. Табиғатты өзгерістерін зерттейді, бұзылған аймақтарды қалпына келтіру жоспарын жасайды, биологиялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Біздің стратег немен айналысады? Жойылып бара жатқан табиғи аймақтарды қалпына келтіреді. Сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарларды сақтайды, қорықтар мен ұлттық парктердің даму стратегиясын жасайды, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды жоспарлайды. Жалпы бізде стратег қандай технологияларды қолданады? Экожүйе стратегі заманауи технологияларды қолданады. Бұл ДНК талдау, геоақпараттық жүйелер, дрон арқылы бақылау, спутниктік мониторинг және де жасанды интеллект. ДНК талдауға тоқтала кететін болсам, бұл сирек түрлердің генетикалық ерекшеліктері анықталады. Ауруға төзімді түрлер таңдалады, жойылып кету қаупі бар жануарлар қорғалады. Бұл әдіс биологиялық әртүрлілікті сақтауға көмектеседі. Дрондар мен гейстің мүмкіндіктері. Дрондар мен гейстің мүмкіндіктері біздің стратег үшін пайдасы өте зор. Орманды өрттен ерте анықтайды, жануарлардың қозғалысын бақылайды, заңсыз ағаш кесуді тіркейді, және табиғи аумақтарды картаға түсіреді, өзгерістерді салыстырады, болашақты экологиялық қауіптерді болжайды. Маманға қажетті қасиеттер. Біздің стратегке қажетті ең басты қасиеттеріміз қандай? Бұл жауапкершілік және де табиғатты стратег сүйе білу керек. Экология мен биологияны білу, талдау мен және зерттеу қабілеті, заманауи технологияларды меңгеру. Жалпы болашақтың маңызы бар мамандық. Табиғатты қорғайды, жердегі экологиялық тепе-теңдікті сақтайды, ғылыми зерттеулер жүргізеді және де жаңа технологияларды қолданады. Стратег бұл бізге болашақта керекті мамандықтардың бірі. Ол жалпы табиғаттық емес, адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімділікті сақтайды. Және де табиғатты қорғау болашақты қорғаумен тең. Мен осы сіздерге жобаны ұсынамын және де назарларыңызға рахмет.